Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы бастауыш сыныптарда оқушылардың грамматикалық талдауға үйрету. Лекцияның мақсаты мен міндеттерімен таныс болайық. Бастауыш сыныптарда оқушылардың грамматикалық талдауға үйрету. Грамматика арқылы оқушылардың тілдік құрылысын, заңдылықтарын үйренеді. Грамматиканы оқып үйренбей тұрып, сөйлеу мен жазу мәдениетін меңгеру туралы айтудың өзі қиын. Ол жөнінде бастауыш мектеп бағдарламасына былай деп дұрыс атап көрсетілген: грамматикалық элементтермен танысу үстінде оқушылардың тілдік фактілерді бір-бірімен салыстыруды, жинақтауды, жүйелеуді, түйінді мәселелер таба білуді меңгерту. Оқушылардың грамматикалық заңдылықтарын білуге құмарлығы артып, өздігінен еңбек ету дағдыларын қалыптасады. Ауызша талдауда балалар бұрын оқығандарына тоқталады, сөйлемдегі грамматикалық формаларды көрсетеді, оқушылардың сұрауларына жауап береді, өз бетінде мысалдар келтіреді. Ауызша талдау арқылы оқушылардың ойлауы мен сөйлеуінің жүйелігі, сөздерін қолдана білуі, сөз байлығын байытуға мүмкіндігін туады. Жазбаша талдауда балалар жазылған мәліметтерін грамматикалық формалдық астын сызады немесе олардың айырып жазады, тиісті формаларды көрсетеді, сұрауларды қояды, тағы да басқа. Талдаудың бұл екі түрі де пайдаланылады. Жазбаша талдау тақтада оқушының дәптеріне түседі. Жіберілген қатені жазу емлесіне, кеткен қатені оқушы каллиграфиялық түзету үшін де жазбаша талдау пайдаланылады. Мұғалім әрбір жазбаша талдау жазатын оқушылардың жан-жақты бағалауға да қол жеткізеді. Мазмұн жағынан талдауды лингвистикалық және аралас талдау деп, көлемді жағынан талдаудың толық не ішінара талдау деп бөлінеді. Лингвистикалық талдау тіл ғылымының талдауларын бөліктерінен талдау. Оның өзі фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік, лексикалық және орфографиялық болып бөлінеді. Бастауыш сыныптарда грамматикалық талдауда фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік, орфографиялық үйретеміз. Бірінші сыныптан бастап балаларда грамматикалық жаттығуларды орындай отырып талдауға үйренеді. Кез келген дыбыстарды өз ішінде талдау әдістері бөліп алып, созып айту, дыбыстардың артикуляциясын байқатып, дауысты не дауыссыз екенін ажыратқызу, дыбыстың тұрған орнын анықтау үшін сөз басында не аяғында дыбыстарды түсіндіріп айтқызу, не осы әріптерді тіркеп қойғызу, жуан және жіңішке дыбыстар мен әріптерді салыстыра отырып өтілетін дыбыс, әріп ерекшеліктерін анықтау, жоғалған буын, жоғалған әріп, менің орным қайда, адасқан әріптер, тағы да басқа ойындарын ойнату арқылы білімді білікке айналдыру, дыбыстардың орнын ауыстырып жаңа сөздер жасату. Бұның бәрі талдау жинақтау әдістері ретінде көрсетілген. Фонетикалық талдауда балалар дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажыратады, жазылған сөздерді дауысты, дауыссыз дыбыс әріптерінің астын сызып қояды, сөздің ауызша және жазбаша буын жігін, дыбыс құрамын айтады. Сөздердегі жеке-жеке дыбысты мүлтіксіз айыра білу арқылы әріп қалдырмай жазуға төселеді. Фонетикалық тақырыптарды толық игергенде толық талдау жасатып, оқушының білімін бекітуге болады. Жеміс 2 буын, 5 әріп, 2 дауысты, 2 дауыссыз бар, ж дауыссыз, яң, е дауысты, жіңішке, л, г дауысты, үнді, дауысты, жіңішке, с дауыссыз, қатаң деген секілді ғып талдау жасап үйрету қажет. Морфологиялық талдау кезінде сөз тараптарында талдау және сөз құрамын талдау болып табылады. Сөз құрамын тақырыбы бастауыш сынып оқушылары үшін ерекше мәні бар әрі қиын мәселе. Сөздің мағыналы бөлшектерін, ұғымын жетік меңгеру процесі оқушылардың абстракциялы ойлауының дамуының, тіл фактілерін бақылап, оған талдау жасай алуын және мұғалімнің жетекшілігі арқылы өздігінен қорытындыға келе білуін талап етеді. Сөздің мағыналы бөлшектері, морфемаларды оқып білу, толық меңгерудің маңызы зор. Жалпы бастауышта сөз құрамын талдау мына түрде жүргізіледі. Оқушылардың түбір сөзі табады, ол үшін сөзге сұрақ қойып, оның өзгермейтін мағыналы бөлігін анықтайды. Оған мынандай белгі қояды: күйші
жұрнақты табады. Ол түбір сөзден кейін келіп жаңа сөз жасайды. Яғни күй, күйші. Онда күй деген сөз зат есім не деген сұрағына жауап беретін болса, күйші мұнда орындаушы ретіндегі қарастырылады. Яғни адамның белгілі бір тұлғаның бағытталған қызметін көрсетеді. Мұнда күйші кім деген сұраққа жауап береді. Жалғауды табады. Ол түбір сөзге де жұрнақтан кейін де жалғанады. Жалпы алғанда морфологиялық жазбаша талдау жұмысын түрліше жүргізуге болады. Сөздің бір формасын теріп жазады, не астын сызып қояды, не қандай сөз табы қай формасы екенін әр сөздің үстіне жазып қоюға да болады. Негізінен бастауышта зат есімнің астын бір, сын есімнің астын ерекпен, ал етістіктің астын екі сызықпен сызып қояды. Берілген мәтіндерді оқушы әуелі зат есімді, одан кейін сын есімді тағы да басқасын теріп жазады. Берілген бір грамматикалық категорияға жататын сөздерді дайын кесте бойынша айырып жазады. Егер мына бір сөйлем беріліп және одан зат есім жататын сөздер тапқызуға болады. Балалар өзеннің жағасына келді деген секілді. Назарларыңызға рахмет.